Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті бауырлар, біз дәрісімізді жалғастырамыз. Үшінші дәрісте біздің тәжвид, яғни Құран әліппесі және тәжвид қағидалары деген кітаптың 11-ші бетінде әріптердің дыбысталуы деген тақырыпқа келіп тоқтадық. Алдыңғы дәрістерімізде араб алфавитін жалпыға таныстырып шықтық, айтылуын бірге айтып шықтық. Сіз егер алдыңғы тапсырмаларды орындаған болсаңыз, жаңағы әріптердің түрлерін барлығын жаттап шыққан болсаңыз, осы бетке өтуіңізге болады. Осы бетке өткеннен кезде мына әріптердің дыбысталу орны махраж деп аталады, деп басталады. Яғни әрбір әріптің шығатын орны бар, сол шығатын орны араб тілінде махраж деп айтады. Және бұл кітап бойынша әріптердің жаңағы махраждары, әріптердің шығатын орны негізгі 3 топқа бөлінген. Бірінші тамақтан шығатын дейді, сосын ауыз қуысы мен тілдің қатысуымен шығатын әріптер, үшіншісі еріннің қатысуымен шығатын әріптер. Біз енді алфавитті жаңағы жатқа білеміз, әріптерді білеміз, тек бұлардың қай жерден шығатындығын тек сөз жүзінде айтып кететін боламыз. Енді сол 28 әріптің ішінде міне тамақтан шығатын әріптер 6 әріпті берген. Және бұның ішінде тамақтың өзінде тамақтың төменгі бөлігі, кейін ортаңғы және жоғарғы бөлігі деп 3-ке бөлсек болады. Бұлардың ішінде ең төменгі бөлігінен шығатын мына һә әрпі және жанында тұрған белгіні хамза деп айтады. Ол хамза деп өзін айтпайсыз, ол алдағы өтетін сабақпен байланысты, яғни харакаттарға байланысты. И, у деп дыбысталған кезде ғана хамза білінеді. Міне осылар тамақтың түбінен шығады. Кейін тамақтың ортасынан шығатын олар айн және ха әрпі. Ал тамақтың жоғарғы бөлігінен шығатын әріптер ғайн, ха. Міне осы аталған 6 әріп тамақтан шығады және олардың жаңағы жоғары, ортасы, төмені деп 3-ке бөлінеді. Оны біз атап шықтық. Келесі махраж ауыз қуысы дейді, және тіл, яғни тілдің қатысуымен шығатын, яғни бұл жерде көбірек тілдің қатысуымен шығатын әріптер. Тілдің түбінен шығатын әріп ол қаф әрпі. Қаф тілдің түбі қозғалу арқылы, жоғары қарай қозғалу арқылы шығады. Одан сәл бері қарай кәф әрпі шығады. Ал тілдің ортасынан джим, шин, яй әріптер шығады. Бұлардың махражы тілдің ортасы деп айтылады. Ал дот әрпі, өткен дәрісімізде айттық, қиын әріптердің біреуі дедік. Бұл әріпті айтқан кезде тілдің оң жақ жиегі немесе сол жақ жиегі жоғарыдағы өзінің үстінде тұрған азу тістерге ұрылу арқылы шығады және тілдің ұшы тістің ішінде қалу арқылы шығады. Доде. Бұл жерде тілдің жиегіне біреуге ыңғайлы оң жақ, біреуге сол жақ ыңғайлы, біреуге екеуіне қатар тегізген ыңғайлы, бұл жерде әркім өзі таңдап шығарады. Мысалға, менің жеке өзіме қатысты айтатын болсам, маған оң жағына, оң жақ тілдің жиегін жоғарғы азу тіске тигізу арқылы, яғни оң жақтағы азу тістерге тигізу арқылы шығарған қолайды. Доде. Келесі әріп ләм. Одан кейін нун, ра. Бұлардың жалпы махраждары жақын. Бұлар тілдің ұшы, мына түсінікті тілмен айтып кету үшін кітапта да жазылуша жазылып тұр, бірақ түсінікті болу үшін айтайын. Мына таңдай мен тістеріміздің арасында бір бұдырланған тұс бар. Сол бұдырланған тұсқа жоғарғы жағына тілдің ұшы тию арқылы ләм, одан кейін төменірек нун, одан сәл төменірек ра әрпі шығады. Сіз онсыз да осы әріптерді айтқан кезде тіліңіздің сол тұстарға барып тиіп жатқандығын байқайсыз. Келесі әріптер, олар та, дәл, тә әріптері. Бұлардың махражы бірдей, яғни шығатын орындары бірдей. Бұлар тілдің ұшы жоғарғы, мына алдыңғы күрек түстеріміз бар ғой, соның үстіндегі ет, қызыл етке қосылған жеріне барып тиеді. Тә, дәл, та, яғни тә, дәл, та деп өзіңіз айтқан кезде, мұны ойланып отырып, тіліңіздің сол тұсқа барып жатқанына мән беріңіз.
сол кезде бұл сізге сезіледі. Келесі әріптер бұлар соды, син, зә деген әріптер. Бұл әріптерді айтқан кезде тілдің ұшы астыңғы күрек тістеріміз, алдыңғы тістеріміздің астыңғы жағымен мына қызыл ет, астындағы еттен арасына тию арқылы шығады. Соды, яғни сол жерге барып тілдің ұшы тиеді, яғни қызыл еттерге барып тиеді. Соды, син, зә деген әріптер. Келесі соңғы тілдің қатысуымен шығатын әріптер бұл сақау әріптер. Бұлар ва, зәл, тә деген әріптер. Тә, яғни бұл тілдің ұшы жоғарғы және төменгі күрек тістердің арасына сәл кіргізіп, сәл тістеу арқылы шығарасыз. Ва, зәл, тә. Енді соңғы мақраж бұл еріннің қатысуымен шығатын әріптер. Бұлар біріншісі фә әрпі. Жаңа жоғарыда айтқан сә әрпімен, сақау сә әрпімен шатастырмау керек. Фә әрпін айтқан кезде сіздің астыңғы ерніңіздің ішкі жағы үстіңгі күрек тістеріңіздің сыртына барып тиеді. Фә, фә. Ал жоғарыдағы сақау сын айтқан кезде ол жерде ерін қатыспайды, тек қана тілдің ұшы жаңағы астыңғы және үстіңгі күрек тістердің арасына кіру арқылы, сәл тістеу арқылы шығады. Тә деп. Бірақ естілген кезде екеуі ұқсас естіліп қалуы мүмкін, бірақ сіз мақражға сәйкес дұрыс шығаруыңыз қажет. Келесі еріннің қатысуымен шығатын әріптер бә әрпі. Бұл ерінді жауып тұрып ашу арқылы. Ал мим деген әріпті айтқан кезде ерінді мим, яғни ерінді жауып тұрып ашып, қайта жауып қалу арқылы. Соңғы әріп уәу әріпін айтқан кезде ерін алдыға қарай үшкірленіп шығады. Уәу, уәу деп алдыға қарай шығуы керек. Міне осы аталған әріптер, бұл жерде 4 әріпті айтып өттік. Сол 4 әріптер еріннің қатысуымен шығатын әріптер. Енді осы беттен, бұл беттен енді сіздерге жалпылай осы әріптермен танысып алу, арнайы тапсырма бермейміз. Негізі мүмкіндігіңіз болса, осы әріптердің әрбір әріптің шығатын мақражын жаттап алсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Яғни сіздің онсыз да айтып тұрғаныңыз әріптеріңіздің сипаттамасын білетін боласыз. Бұл ары қарай сіздің тәжвид ілімінде тереңдеуіңіз үшін керек болады. Осы әріптердің жаңағы мақраждарын біліп, және соған сәйкес айтуға тырысуыңыз керек. Олай болса, осы дәрісімізде сіздерге осы әріптердің мақражы, яғни әріптердің шығатын орындарымен таныстырдық. Алдағы уақытта жаңа дәріске кірісеміз, жаңа сабаққа бастайтын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.